Biz осы 9 айдың 27-сі көшіп келгенбіз. Баладарымызға бола, сол балам мектепке салып кетті деп зарлағаннан кейін бір ай бұрын өтіп кеттік. Ана жерден не чыңлымызды алған жоқпыз, не малымызды сатқан жоқпыз. Сол жерде әке-шешемізге тапсырып артынан өткізіп береміз, алаңдамай кете беріңдер деген. Совет ештеңкемізде келген жоқ әлі. Барайық десек қорқып отырмыз. Елдер бүйістап жатыр, қамап жатыр деген кейін. Содан осы Тарбағатай Ақжар ауылына келгенбіз. Осы жерде біреудің үйін жалдап отырмыз. Не үйімізде дүниеміз жоқ. Не алайық десек ақшамыз келмейді. Сонымен айтып қалт-құлт етіп біреудің жұмысын істеп жан бағып жатырмыз. Баламның біреу оқыды, біреу сол жерден оқу бітіріп келген. Оқи алған жоқ, оқытайық десек соған күйіміз де жоқ оқытатын әзір. Шынын айтқанда. Әйтпесе Қытайдан келетін ақшамыз да бар, дүниеміз де бар. Әке-шешем бәрі келем деген сомен келе алмай, екі жаққа сөйлесе алмай зарығып отырмыз. Сол үшін сіздерден көмек сұраймын ағалар. Басқа не айтарым, көмектеріңіз болса, көмек беріңіздер бізге. Өзім атым Рыскүл Бейсетқызы болады, жолдасым аты Әдебиетхан Айтекеұлы болады. Өзім басқа неме айтамын? Дөржін ауданынан көшіп келгенбіз. Тарбағатай Дөржін ауданынан көшіп келгенбіз. Сол Ақжар ауданына көшіп келгенбіз. Сонымен сіздерден басқа не сұраймын, көмегін сұраймыз. Көмектеріңіз болса бізге көмек беріңіздер. Барлық осы жылап жатқан, кейбіреулердің баласы қалып, кейбіреулердің әкесі қалып, кейбіреулердің соның күйігінен өліп жатқандар да бар осы жерде. Сол үшін бәрілеріңізге көмек сұраймын. Басқа не айтам, енді көмектеріңізге мұқтажбыз ағалар. Үстіп сіздердің жүргендеріңізге рахмет сіздерге.